Қатерлі ісіктен жазылуға болады. Обырды жеңген 4 жанның әңгімесі. Қазақстанда қатерлі ісікке шалдыққандардың саны көбейген. Аты жаман ауру аталған бұл дертке шалдыққандардың жазылуы қиын деп ойлау қате пікір. Дәрігерге ғана сеніп қол қусырып отыруға болмайды дейді Гүлнәр Дастанова 48 жаста. Оның айтуынша, 2017 жылы дәрігерлер маған 4-ші деңгейлі жатыр мойны обыры деген диагноз қойды. Содан бастап өмірім күрт өзгерді. 42 сәулелік, 6 брахитерапия және 8 химиялық терапия қабылдадым. Мұндай қиын сәтте адамға үміт отын жағатын, күш беретін бір сенімді адам қажет. Мен үшін ол, бас миының қатерлі ісігіне шалдыққан отбасылық таныс адам болды. Ол кісі 10 жылдай дертімен күресіп, ақырында жеңіп шыққан еді. Сол оқиғаны үнемі есімде ұстап, өз-өзімді қайрадым. Оның қолынан айығу келген екен. Демек мен де жазыламын деп ойладым. Тек дәрігердің көмегіне сеніп, қарап отыруға болмайды. Әр адам өз өміріне жауапкершілікпен қарап, салауатты өмір салтын ұстану керек. Мен мұны сырқаттанған соң түсіндім. Дәрігер тағайындаған диетаны қатаң ұстандым. Көбінесе дәрумендерге бай көкөністерді жедім. Глюкозадан, тәттіден бас тарттым. Гүлнәр Дастанова қиналған сәттерінде де өмір сүру құлшынысын жоғалтпаған. Оның сенімі ауруын жеңуіне жетелейді. Ол қазір 3 баланың анасы, хор мен йогаға тұрақты қатысып, сурет салуды әдетке айналдырған. Екінші жан бізде Аружан Тоқан, 17 жас, спорт қатерлі ісікті жеңуіме көмектесті. 2012 жылы 2-ші сынып оқып жүргенімде аты жаман ауруға шалдықтым. Бастапқыда дәрігерлер сырқатымды дұрыс анықтай алмады. Туберкулез деген күдікпен ота жасады. Кейін 2-ші деңгейлі мойын бездерінің қатерлі ісігі деген диагноз қойылды. Ол кезде мен баламын, көп нәрсені түсінбеймін, сонда да өмір сүрмеймін бе деген үрей болды. Қатты қорқып, күнде жылайтынмын. Бір ота жасатып, 3 сәулелі терапия курсынан өттім. 3 жылдай химиялық терапиямен емделдім. Бұл мен үшін қиын болды. Шашым, кірпігім түсті. Бірақ ауруға берілмедім. Себебі үнемі анам қасымда болды. Анамның, дәрігерлер мен психологтардың арқасында сырқатымды жеңіп шықтым. Тағы бір көмектесетін нәрсе ол спорт. Қанша ауырсам да каратэмен айналысуды тоқтатпадым. Ол да аурухымды жеңуіме көмектесті деп ойлаймын. Үшінші адамымыз ол Шолпан Валиева, жасы 49-да, 4-ші деңгейлі бастапқы перитониальды карцинома қатерлі ісігімен 2018 жылы ауруханаға ес-түссіз күйде жеткізілдім. Дәрігерлер бірден ота жасап аман алып қалды. Өзімнің диагнозымды естігенде не істерімді білмей қалдым. Шарасыз күйге түстім. Кейін есімді жинап, дәрігерден әрі қарай өмір сүремін бе деп сұрадым. Дәрігер, егер өмір сүргің келсе аман қаласың деп жауап берді. Шындығында ауруды асқындырып алғаныма өзім кінәлімін. Кезінде дәрігерлер тексеріске жібергенде қолым тимейтіндігін сылтауратып бармайтынмын. Соның салдарынан химиялық терапияның 9 курсын алдым, 2 рет ота жасады. Қатты ауырып жаным қиналды. Сонда да ауруды жеңетініме, өз күшіме сендім. Шолпан қазір әр 3 ай сайын тексеріліп тұрады. Оның айтуынша қатерлі ісіктің жасушалары барлық адамда бар, ол тек ұйықтап жатады деп ойлайды. Өмір сүріп, ауруды жеңетініне кәміл сенуің қажет. 4-ші адам ол Майра Аманбаева, жасы 59-да. Обыр дерті ең алғаш 1980 жылы 19 жасымда жабысты дейді. Меланома деген диагнозбен сол қолым істемей қалды. Ол кезде Саратов қаласында тұратынмын. Алғашқы операцияны сол жерде жасаттым. Ал 1984 жылы Алматыға көшіп келіп тағы да пышаққа түстім. Екінші отадан кейін дәрігерлер туыстарыма азақ өмірі қалды деп айтыпты. Одан кейін туыстарыммен арқатынасымыз үзілді. Жөнді араласпайтын болдым. Тұрмысқа шығып, жеке өмірімді бастадым. Ауруымды ұмытып та кеттім. Алайда қатерлі дерт 10 жылдан кейін қайта басталды. Жаным қиналса да 3 рет ота жасатпаймын деп шештім. Дәстүрлі және шығыс еміне көштім. Биологиялық белсенді қоспаларды іштім. Сол кезде дәрігерлер өміріңмен қоштас, тірі қалуың екіталай деп айтты. Бұл өте дұрыс емес. Дәрігерлер науқасқа демеу беріп, сағын сындырмау керек. Ең бастысы өзім өмір сүретініме сендім және өмір сүремін деп жиі қайталадым. Осы оқиғадан соң Майра өзін рухани дамытып, психотерапиямен мықтап айналысуды қолға алады. Ол тек химиялық емге тоқталмай, барлық шипа болар тәсілдерді қолдану керек екенін айтады. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.